Қатты шаршап тұрмын, білесіздер, прям қатты шаршап тұрмын. Ұйықтап кете аламын қазір. Душқа түсуге де шамам болмайтын сияқты. Ертең бірақ түсемін. Ертең азанда тұрып мұрынға барып қайту керек. Мұрыннан жаңағы врачқа барып, мұрынды көрсетіп, полностью. Дальше бір-екі жұмыстар бар. Солай. Бізге күш-қуат берсін, ризығымыз арттыра берсін. Тойымыз көп болсын, осы тезірек бітіру үшін Алла қаласа. Сол дала тұман, таңғы сағат 5, біз уборка жасап біттік міне. Сөз достар. Сол уже сондай моментке жеттік, Алла қаласа. Ал аман болыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң, бізге қайырлы түн. Біз енді ұйықтаймыз. Ертең Алла қаласа айтпақшы, Шу қаласында тойдамыз, Шудамыз, Алла бұйыртса. Керемет той болайын деп тұр. Бізде 3 күндік сапар, ертең Шудамыз, ары күні Жаркенттеміз, оның ары күні Қордайдамыз. Ошым 3 өңірдеміз, 3 жақта тойдамыз, Алла қаласа. Алла сапарымыз сәтті қылып, сол тойларды абыроймен аяқтап, ары қарай жұмысымыз жалғастыруды нәсіп етсін. Баршаңызға амандық тілеймін ағайын, аман болыңыз. Алдында мама Алматыда кезде Акишкаға киім алған, новыйдан ашылған апортқа барып. Сол 3 киім алған, біреуі оказывается размері тура келмей қалыпты. Енді соны ауыстыруға барып жатырмын. Кстати, мен айдап жүрген көлігімді Camry жетпіс дейтіндер бір-екі адам обменге сұрап жатыр, 70-ке ауыстырасың ба деп. Бірақ мен өзім негізі Toyota Camryге былай басқа адамдар сияқты қатты махаббатым жоқ. Сол себепті қатты бір не болмады, желание болмады ауыстыруға. Кейбіреулер мен айдап жүрген машинамда андай Эландра деп ойлайды екен, бір 8-9 миллион теңге тұрады. Негізі бұл Avante N деген версиясы, бұл таза кореец. Бұлардың бағалары 12-13 миллион теңге тұрады негізі. Сондай, Camry 71 дейді отыр. Кейбіреулер айтады енді. Әдемі қыз болып, өстіп әдемі киініп алып еді. Ұзаққа бармады. Оказывается, бұл әпшем запас киім алып алған екен. Өзімді білем да, достар, деп ше. Не дейсің? Өзімді білем да, шыдамаймын көп. Дана киімді не деп айттың? Ол неудобно киімдерін киесіңдер. Шешіп тастау керек, достар. Болмады. Или арықтау керек па? Жаның қысылып кетті ма? Иә. Өкпем қысып. Мен дей десей. Мен дей. Мен қыз боламай дей. Өшір, бота киімді ауыстырайын. Көрейік та? Құмар. Иттің көздері ұрғатыр ғой, сұлулыққа. Жапе! Мына жақта Айгүліктің жұмысына келдім, еще Дана екеуі мені фук деп дайындап жатыр. Иә, бұл мына жақта кино түсіріліп жатыр вообще-то. И мен деген жағаласып арасына міне макияж жасап үлгеріп жатырмын. Медикошты тастайтын адам таптым. Сонымен в общем бәрі орындалып кетті. Қайырлы кеш. Алена. Кеше лапамыз кафеге апарам деп өзім бытышы болып қайттым деп па. В общем, біз тамақтануға жатырмық. Как всегда мен баратын өзім кафешкам бар. Прям тамағы өте күшті. Қасына Аленаны сол жерге апарамыз. Сәл басым қалып тұрған балалар ұйықтап. Сол бара күшті болып біздің жерде осындай тобықтар келіп қалды. Ана әдемі киімдеріңіз жаңа жұмыстарыңыз білікті қыздары осындай киіммен жұмыс істеп жатыр. Мына Жанархан, сізге ас болсын деп қазір. Перизат өзінің шақырған қыздарды. Қолдарыңызға тез кетергенде қашайық. Міне қабалай қызға. Мына жақта қыздарды көрейік. О, менің Астанадағы Перизаттың сүйікті жеңгесі. Мама деп жеңшесін шақырды ғой, жеңше дейді. Нағашыларына еркелейді. Мен айтамын, өзің жеңгені шақырып жұмыс жасайсың. Жоқ, нағашы Гүлбақыт тәтесімен жеңшемді шақыр дейді ғой. Міне Гүлбақыт тәтесі. Одан мамасын жұмсайды. Мынау қайынсіңілім енді бұл төрт қара жақтан бір делегат бар әйтеуір.